Баршаңызға қайырлы таң, қалайсыздар? Сіздерге енді көптен бері сторисқа шықпай, қатты белсенді болмай жүрген себебім, біз жаңадан үйге көшкен болатынбыз. Енді бұл үйде кішкене орналасу, үйренісу уақыт алды. Бірақ уақыт келіп, енді сіздерге осындай күшті видта тұратынымыз көрсетейін деген ғой. Өте әдемі, көшесінің несін айтпай ақ қояйын, тау көрініп тұрады. Тура мен армандағандай ше, мен ондай кез келген үйде тұрсам да, Алматыда тұрсам, бұрын солай блокноттарыма жазбаймын, терезесінен қарағанда таулар көрініп тұратын дегендей. Осындай бізде бір бөлме, жатын бөлмеміз бар. Арука екеуміз жатамыз. Потом мына жақта гардеробный бар. Гардеробныйда киімдерімізді іліп қоямыз, заттарымызды, тоже уютный. Енді осы үйге үйренісіп, күшті жаймен үйреніп келе жатырмын деп айтамын. Енді біз, мен, Арука, Әлібек үшеуміз жеке өзіміз көшіп алғандықтан, қазір барлық жауапкершілік өзімізде. Өзіміз тамақ жасаймыз, өзіміз үй жинаймыз, мысыққа дейін өзіміз қараймыз. Бұрында мамалар кірлерімізді жуып қоятын, простыняларымыздың барлығын ауыстырып қоятын, киімдерімізді бүктеп қоятын. А қазір бәрі өзіміздің мойнымызда. И то, тем более қасымызда Лили болғандықтан, бізге особый не керек, уборка керек үйге, себебі біз аяқпен алып келетін кейбір микроб, вирустар мысыққа кәдімгідей ауру болады екен ше. Ауруынан дыхательный процестері, асқазандарына жабысып қалады екен. Сондай аурулар біз кеше тексерген кезде айтты. Сол үшін үйде міндетті түрде тазалық болу керек, әсіресе полда енді аунайды ғой, бұл жүндер түс қалады деген сияқты. Сондай бір бізге тазалық важный болып жүр. Енді бәріміз прям күшті не қойып алған жоқпыз, сен нан жасайсың, мен нан жасаймын деп. Бірақ бәріміз бірлесіп, үйде бірге болған кезде бірімізге көмектесіп жасап жүрміз. Вот, сондай. Ассаламу алейкум. А что ты не смотришь? Ладно, мы покажи. В общем, мы идем кушать. Это центр Нечаянный город. И на это пляж. Осы пляжа әлі жете алмай жатыр. Әлі жете алмай жатыр. Уақыт жоқ, тамақ ішумен болып отыр. Тамақ. Димашов спит. В общем, на улице жара. Күн деген ыстық. Бірақ күн жоқ. Бірақ күн жоқ. Вот так вот. Барлықтарыңызға сәлем. Қанша уақыттан бері эфирға, сторисқа точнее шықпай кеткем. Уақыт болмады, то анау, то мынау. Енді міне шығып жатырмын. Как всегда жұмысқа бара жатырмын. Қалай болып тұрмын? Әдемі ба?